Жақсы ит. Арланның иесін үйін сатуға қойып, өздері қалаға көшіп кетті. Ес қалған иттің жартып ас ішпегеніне аптадан асты. Көшуге әрекет жасалып, көліктер қақпадан еніп, заттар түйдек-түйдек теңге айналып, буыншақ түйіншектер көлікке артыла бастағанда ғана көшірісіп жатқандар байлаулы тұрған арланға назар аударды. Бірі босатып жіберейік десе, енді бірі босқа қаңғыртқанша атып тастаған жөн шығар деді. Иттің аянышты түрін көрген көршісі, жаңа иесі табылып қалар обалды деді. Не керек? Арлан өзінің иесін қалаға әкетпейтінін анық түсінді. Иесі асыл тұқым ит асырасам керек болар деп, мойнындағы қарғыбауын ағытып алды да арланды босатып жіберді. Арлан иесін қимай көш артқан көліктің соңынан ауылдың шыға беріс қақпасына дейін қапталдаса жүгіріп отырды. Ақыры арқыраған көлікке ілесе алмай, жол бойында шоқиып ұзақ отырды. Осы сәтте арланды жақын барып көрген пенде болса, оның көзіндегі мұңға шалынған жасты көрер еді. Содан бері орталықтағы базардың күл қоқысын kesіп жүргені. Ілуде болмаса ешкім есіркеп нан, сүйек саяқ тастай қоймады. Арлан таңғы елең алаңда, кешкі апақ-сапақта көшеге шықпайтын болған. Өткені бұл уақыттарда тарс-тұрс атылатын от қару асынған адамдар жүреді. Өткен жолы сондай жандарға кезігіп, жамбасына оқ сүйкетіп алып, әзер аман қалған болатын. Өздері тұратын үйдің қаңыраған жұртын айнал-соқтап, айналып шығады. Үй әлі иесіз. Шарбақтың іргесінен кіріп шығатын тесігі бар. Иесі көшерде көршілеріне дайындап, алатын адам келсе, саудаласа бер, бізге хабарын айт, деп үйдің кілтін де тапсырып кеткен. Арланның иесі қалаға көшіпті деген аты болмаса, қаланың шетінде кәдімгі ауылдағыдай жер үйде тұрады екен. Көшіп барғалы тірлігі өнбей, жұмысы кері кете беріпті. Жандары ашыған әркім маңдайдағы жазулы тағдырдан, қоғамнан, анадан бұнадан көріп шұбатпақта болыпты. Ауылдан хабарласқан көршісі, сендер көшіп кеткелі, ит үйге жан баласын жолатар емес. Ешкімді қауіп немесе шұлмалап жатқан жоқ. Алайда арылдап, сес көрсетіп үйге жақындатпайды. Әлге иесіз ит мысықтарды аулайтын мекеме жұмысшыларын шақырған мезетте арлан ізім қайып жоқ болып кетеді. Тура бір елес сияқты. Үйлерің әзір өтер емес деді. Осы сәтте арланның иесінің санасына әлде бір ұшқын ой сап ете қалды. Таңертеңгі шай үстінде отбасы мүшелеріне қарап, үлкен бала келінмен осында, қалада қалсын, қалғанымыз ауылға қайта көшеміз. Арыс пен несібені, киемен қазынаны жұртқа қалдырып кеткен кінәнің кілті өзімізде екен ғой деген арланның иесі елге бет алмаққа бекінді. Ауылдың ортасындағы қара шаңырақтың қақпасынан енгенде, есігінің алдында артық еті қалмай, арса-арсасы шығып, жүнжіп кеткен арланды көріп, кешір мені, қара шаңырағымның қазынасы, отбасы ошағымның киесі деп, жылап жіберген иесі арланды қапсыра құшақтай алды. Сол түні арлан аула ішінде қуаныштан арлы-берлі ұзақ шапқылады. Ертеңіне арланды ешкім де көре алмады. Мақсат Қарғабай, оқыған Қуаныш Толыбекұлы.